Алматыдан келдім. Алматыдан? Алматының аяғынан. Өзіне? Алматы ескейді, қамайшында. Мынау қазақ халқының жоңғарларға көтерген қасиетті жеңіс судың айшығы. Ұрпақтар әлінге шын сақталып келе жатыр. 7 жылда бір рет елге көрсетеді. Түбі көрінбейді. Көріп келдік, иә? Сенімді болып тұрсың да қасағанға жүріп келетін, артында бір жүріп келетін сияқты. Біздің қазақ елінің үлкен хандарының бірі болған адамның қолынан қолы ұстаған айғышты ұстау, меніңше кез келген қазаққа мақтаныш. Сол себепті ертең бірге сол жерге баратын боламыз достар. Экраннан алыстамаңыздар, ары қарай қызық болады. Ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге алдыңғы серияда айтқанымыздай, қазір тағы да бір рет Меркі ауданына жолға шықтық. Ол жерде енді осы Меркі ауылында тұратын Жауғаш батырдың ұрпағы осы күнге дейін сақтап келе жатқан Абылай хан аталарына берген найзаның айшығы туралы түсіруге бара жатырмыз. Жалпы шыны керек, өзімізге деген өзіміз өте қызығып, қандай болады екен. Ондай енді бұл затты күннеге көре бермейтін зат. Сонау енді 3-4 ғасыр болған айшық. Оның үстіне ол біздің қазақтың ханы болған Абылай ханнан келе жатқан айшықты бүгін тірідей көретін боламыз. Біз үшін ол үлкен мәртебе, бір жағынан сіздермен де бөлісу бізге енді үлкен контент десек болады. Сондықтан да қазір жолға аттанып бара жатырмыз. Енді обедкі 12-ке келіскенбіз. Бұйыртса сол уақытқа жетіп, сол кісілермен сұхбаттасып, мән-жайдың бәрін көрсететін боламыз достар. Аға, біз главный көшеден солға бұрылдық та, бұрылған жерде тұрмыз ғой, сәл жүрмедік. Солға бұрылдыңыз ба? Иә, кірдік та ма? Біз сары автобус тұр ғой, балалардың автобусы, соның қасында тұрмыз. Онда жүре бер. Алға қарай ма? Содан алдыға қарай жүре бер дағы, тағы да солға бұрылатын поворот бар бір. 300 метр жүргеннен кейін. Болды, хорошо түсіндім аға. Біз жетпеппіз әлі. Қазір ағамызға қарай барамыз. Жалпы осы төңіректе ең басты, соны түсіндік. Бізді достар Жауғаш батырдың қазіргі 7-8 ұрпақтары Өсімжан аға мен Тоқтар ағамыз күтіп алды. Қалайсыз аға? Қалыңыз қалай? Бағдәулет есімім. Ассалаумалейкум аға. Ассалаумалейкум аға. Шүкір аман сен. Сол сіздер айтқан уақытқа кішкене кешіп келдік 5 минут. Аяқ асты музейді аралап жүрген кезде осындай жәдігер бар. Ол кісілердің ұрпақтары осында бүгінгі күнге дейін сақтап келе жатыр деген екен, бізге өте қызық болды да, содан кейін сізге шыққан жерім ғой. Ал енді достар, алдыңғы сериядан бері айтып жатқан Жауғаш батыр кім? Осы туралы кішкене тарихына көшсек. Биыл Жауғаш батырдың туғанына 291 жыл толып отыр. Небәрі 49 жыл өмір сүрген Жауғаш батыр өмірінің 30 жылын халқына қалтқысыз қызмет етуге арнаған екен. Міне Шымкент, Жамбыл, Алматы облыстарының барлығын осы Жауғаш батырдың сіңірген еңбегі көп ол кісілердің. Бұл атамыз жайлы бұға дейін яғып шықпай жүрді. Мұң ол кезде Совет өкіметі қылышынан қан тамып тұрған уақыт әрбір қазақтың батырларын ұлағаттауға
олар дес бермеді. Неге десеңіз, қазақ өзін өзі қайрап, аталарын жаңағы несін шығар, батырлығын шығарса, қазақ автономиялық республика болып кетуі мүмкін. Онсыз да қазақтың мынау алғырлығына, білімділігіне, терең ойлылығына өздері де тамсанып жүрген. Ол Абылай ханның сенімді батыр ретінде қазақ хандығының Қалмақ, Қытай, Орыс, Өзбек, Қырғыз екі жақты қатынастарын әскери жолмен де, мәмегерлік жолмен де реттеуге қатысқан көрнекті мемлекеттік тұлға, батыр, елші болған екен. Жоңғар шапқыншылығынан кейін Абылай ханға барып, өзінің елін осы жоңғарлардан алып шығуға, қазақ елін алып шығуға аттанады. Ол сол жерде жаңағы әжеміз айтқандай өзінің ерліктерінің барлығын көрсетіп, Абылай ханға сенімді өкіл болады. Өйткені Абылай хан бұл кісіні әбден сынақтан өткізеді, бірнеше рет жаугершілікке жібереді. Содан кейін бұл кісі жоңғар тілін қайдан үйрендіңіз десе, өзінің туған жері Алматыда, Алматы облысында, Іле ауданында жоңғар қалмақтар көп болған екен. Міне солардың балаларымен шиеленісіп қалып, содан бір-екеуін өлтіріп Абылай ханға жан сауғалап барған деп аңызда айтылады. Ал енді сол жоңғар тілін, Қытай тілін біліп меңгере отырғаннан кейін Абылай хан соны пайдаланады дағы Қытаймен жоңғарларды жеңіп шыққаннан кейін бірнеше рет Қытайға елшілікке жібереді. Өйткені сол тілді меңгере білетін азаматтарды іздеп. Сонда Жауғаш батырды жіберген екен, 4 рет елшілікте болған. Содан екі ел, Қытай менен қазақ бір мәмілеге келісу үшін 1756 жылы, 1758 жылға дейін бұл кісі 4 рет барып, жаңағы Қытай менен келісім шартқа отырып, қазақ менен Қытайдың шекараласын белгілеуге үлкен атсалысқан азамат. Ал енді достар, жәдігердің өзіне келетін болсақ, бұл әулетте атадан қалған мұраны сақтау еркектерге емес, әйелдерге жүктелген міндет екен. Бұл ту талай неден өтті. Қыспақтан да өтті, қиындықтан да өтті. Бұл туды батыр атамыз енді ол кісі кетті, одан кейін бұл ту балаларына қалғанымен бұл туды аналар сақтады. Аналар сақтады. Өйткені мұны тартып алушы, не кезінде де, совет емес, одан бұрын да ақтар кезінде де қиын болды, одан кейін қызылдар кезінде де қиын болды. Өңкей солдаттар кеп тартып әкетеміз деп. Сонда бізде, біздің осы неде бір үлкен апаларымыз болған. Бірінші жаңа Төре апамыз болған, атын білмейміз. Сонан кейін Бесторсықтың қызы болған, Бесторсық апамыз болған. Сол кісі саттаған Бесторсық апамыз. Ол кісі келінін өткізді ғой, сондай тығып жүріп. Ол кісі негізі анандай келе жатса, ол кісі жаңа Бесторсық апамыз ошақтың басында жаңағы ошаққа тығып қояды екен. Солдаттар, адамдар, топ адамдар ауылға қарадай шауып келесі, ол кісі қарауылдатып қояды екен. Сонда шауып келесі, осы туды мен қорғауым керек, осыны алып кетеді. Енді еркектер жоқ қой, еркектердің бәрі ерте қайтыс болған, неғылған балалары бар, балалардың шамасы келмей жігіт болса да олар өздерінше не, сонда қорғауымыз керек деп, ол кісі жаңа Бесторсық анамыз бір келе атқанда ошақты жаңағындай нетіп жібереді, жаңағы соға туды соған салып, үстіне тесек, үйіп жатқан тесекті жинатып қойып сақтаған екен ол кісі, Бесторсық апамыз. Олар кеткеннен кейін таппай кетеді. Одан кейін опамыздан кейін Бибі апамыз болған, ол совет заманында. Ол алып кетеміз деп тағы да бір қара солдаттар қызын таққан, жаңа қылышы бар, несі бар, ұмызлығы бар, тағы бір қора келеді. Ол келатыр дегенде ол апамыз далаға шығып үлгермейді, туды алады да ішіне киіп, желбеген андай шапанды, ол ұзын бойлы, сондай арық кісі болған екен, жаңағы ішіне орап, несінің ішіне салып орап, ішіне шапан киіп, есінің алдына мынандай босағада ауру кемпір сияқты отырып қалған екен, сөйтіп сақтаған. Жүктің бәрін ақтарып, шашып, үйдің бәрін шашып, аналардың бәрін кебеже бәрін ақтарып, жүк таппай, соның кейін босаға неде төртті ілуі тұрған атамыздың қылышымен несін алып кеткен, қалқанын. Мені таптық, мінекей батырдікі мынау екен деп.
алып кеткен. А сол қылышпен жаңа не жоқ, сол алдында жоқ болып кетті. Кейін үлкен аталарымыз, екі атамыз, бай атам мен атам екеуі неге бар, екі рет Алматыға барған ғой, бай атамды шақырып алып, музейден іздеп таппаған. Жоқ. Ол қай жылдар шамамен? Ол енді совет қай жылдар ол? Соғыстан да бұрын ғой. Соғыстан алдын ба? Енді ана іздеп барған соғыстан кейін ғой. 50-ші жылдар ғой, 52-ші жылдар. Сондай. Достар, өздеріңіз естігендей, бұл тудың айшығын сақтаудың өзі де оңай болмаған екен. Бұл жәдігерді қолды қылам деген адамдардың да саны өте көп болған сияқты. Мына ашайық туды. Осы сандықта сақталады, иә? Сандықтың өзіне де біраз жыл болған сияқты. Сандыққа 50 жыл болды. 64-ші жылы мен мұны ауыстырдым. Бұрынғы апаларымыздан қалған, үлкен апаларымыздан қалған кебеж екен. Ол кебеж әшейін, мен келгенде апам енемнің әшейін сондай орап ұстап отыр екен. Базарға барсам, осы сандық базарда тұр екен. Бір өзбектің бе бір әйтеуір бір мұсылманның қолында тұр екен, осы сатып тұр екен. Соны онда жас келімін, осыны алып келгенде атам мен енем маған батасын берді. Қарағым-ай, осыны көзің көріп, осыны сондай ойлап әкелгеніңе Құдай Алла жарылқасын сенді деп сөйтіп атам мен енем сондай қуанған. Мен әкелгенімді 64-ші жылда келіп ауыстырдық. Сонда да Құран оқып, жаңағындай ауылдағы үштерді өзіміздің ағайындарды шақырып Құран оқып сөйтіп ауыстырған. Енді о заман, совет заманы ол бөлік бөлек қалды ғой. Ол 7 жылда ең не қылғанда 5 жыл, 3 жылда ғана ашады екен, ашса да онда жасырын. Білдіңіз ба? Ол 7 жылда кішкене ол 4-5-6 колхоз сондай жиналып ашады екен. Совет заманда мұны тартып әкететін заман болды ғой. Иә, оның артынан әжелердің есінен айта жатармын. Қазір ашып, атаның есін тұғырына қондырып алайық. Артында қалып қалған жоқсың ба? Бұл жерде қазір екі дүние ма? Айшық? Мына айшық, иә? Тудың басы осы ғой. Неғын желек болған, ту деп осыны атап неғаныз. Айтчаңыз. Бұның астында несі болады, таяғы болады, о да желек болады, оның басы осы ту. Ол желекте только нелердің эмблемалары болады ғой. Сол. Ол желектің өзінің хикаясы бар. Ол желекте енді айтылады қазір. Неден жасалған бұл? Сіз мұны Әлекей Марғұланның апарып ол кісі тастап кет, біз оны тексереміз деді. Қандай неден жасалған тексереміз, тастап кетіңіздер, бізге өткізіңіздер деді. Оған өткізбедік, енем өткізбеді, қарсы болып тастамайым да, оны әруақ қарсы оған. Негізінен сыртын бәрі алтын болған. Ақыры үйкеліп алтын мүмкін бұл ақ алтын шығар, оны білмейді ғой, бәрі алтын бәрі қоспа қой енді. Бірақ алтын ту деп действительно ол бізден бұрынғы кісілерді алтын ту дейді екен. Алтын ту осы үйде болған деп сондай бұрынғы нелер бар екен. Бұл қазір ашып атқаныңыз? Бұл найзаның басы. Атаның соғыс қыстырған найзасы болды. Сүңгір дей ма? Бұл Жауғаш батырдың ұстаған. Ұрады ғой, батырлардың есінде бар ғой. Найза болғанда сүңгір дейді екен ғой. Сүңгір дейді болады. Соғысатыны. Осымен соғысады. Найза аттар тоқтататын ғой бүйтіп қадап. Мыналар именно бір-бірімен соғысатын. Сүңгір деп осыны айтады екен. Тағы бір зат тұр ма? Ол зат бар әлі. Ол зат атаның сауыттарының несі? Сауыттарын, жүрегін қорғап жүрген. Жүрегін, қолтығының астына, жүрегіне сауытқа тігілген не. Бұның да темірлері керемет қой. Мынау енді осы туды ұстағанда мынандай не қылған ғой. Бұл анандай соған жарамсыған дейді негізі. Кожалармен неған туды ұстағанға дейді ма? Туды осыған нетіп қойып ұстады. Қолдан шығып кетеді ол неде сондай. Қолтықтың астынан жүректі қорғаған. Сауыты. Сауыт бекітілген ғой бүйті. Ана туды ұстап тұрғанда жүректің астынан найзамен атпау. Ол кезде ту құласа болды. Соғыс бітетін ғой. О заманда ту құласа болды, соғыс бітетін. Елдің бәрі туға қарап соғысатын. Мынау сауыттары біраз сауыты жиналып қалды. Мынау екі көкіректі қорғап тұратын. Бұл кісінің кезінде
аты шықпай қалды ғой. Бізде бұл өңірде негізі осы ботбайларда ма осы негізі бұл өңірде бұның атын шығаратын ол кезде батырлардың өзінің тұқымдары шығарған ғой. Бізде жазушы андай бұндай жоқ болды. Содан бұл кісінің аты шықпай қалды. Әйтпесе бұл кісі мына кісі ана батырлар батыр деп жүрген батырлардан да мықты батыр. Әрі елші болған. Ана батырлар батыр деп жүрген батырлардан да мықты батыр. Әрі елші болған. Иә достар, Жауғаш батырдың тарихтағы рөлі өте ерекше. Осы жәдігердің өзінен ақ Жауғаш батыр Абылай ханға өте жақын адам болғанын білуге болады. Сондай-ақ сол кездері халық Жауғаш батырды Абылай ханның байрақтар батыры, ту ұстаушысы деп атаған. Ал енді мына затты Абылай хан не себепті берді? Бұл затты бергені үлкен соғыс болады. Қалмақпен үлкен соғыс болғанда жеңеміз бе, жеңілмейміз ба деп сөйтіп не қылады, Абылай хан батыр атамызды шақырады. Осы соғыста сен барасың, сен жеңуің керек осы соғысты. Сенен басқа адамға мен сенемеймін, басқа батырларда көмектеседі, бірақ сен главный сенсің осы соғысты. Сол соғысты жеңіп, жаңағы қалмақтарды совсем нетіп, жеңіп сөйтіп келгенде, сонда осы тудың есі сен болуың керек. Сенің өте нең бар. Мен әбден қорқып едім осы жеңіліп қалып, тағы да не қылып қаламыз ба деп сөйтіп не қылып халықтардың бәрін жинап, Батыр атаға өзіне табыстаған екен. Содан кейін өзі жеңген сол қалмақтың қанның қызы дейді, мыңбасының қызы дейді. Енді ол халықтың есінде соның қызы Жүлкем деген анамыз, біз сол Жүлкем анамыздан тарағанбыз, қалмақтың қызы. Сол үшіне, сол қыз өзі 4-5 қалмақтың қыздар қолға түсерден көй батыр қыздар. Ол қыздың өзі тегін болмайды ғой, соғыста әкесімен келісіп жүрген батыр болған генералының қызын біздің батыр атамызға сыйлайды. Батыр атамызға ол кісі 4-ші әйел болып келеді. Өте жақсы көріпті негізі батыр атамызды, оның сұлулығына, ұлы анамыздың ақылдылығына, батырлығына қатты сүйсініп, бір жағынан соғыс қалатын болса, жанында жүріп өзі қоса соғысқан кісі болған екен Жүлкем анамыз. Сонда сүйсініп сол жерді, содан кейін сенің туған ұрпақтарың, менің ұрпақтарым, сенің балаларың өзіңнің атыңда қалсын, сенің атың өшпесін деп көрдіңіз ба кемеңгерлігі. Сонда біздің бір ата Жүлкем ананың атындамыз. Оразалы деген бала туады, сол Оразалы атамыздың аты аталмайды, сол Жүлкем анамыздың атындамыз біз. Құрыластың қайсысы десе, жаңағы мырзаның ішінде жаңағы Батыр атаның ішінде Жүлкем анамның Жүлкеміз дейміз. Біліңіз бе, осы Батыр атамыздың кемеңгерлігі 4-ші әйеліне сондай ақылдылықпен не беріп қойған. Енді сіз нешінші ұрпағы болып осы мұраны сақтап келе жатсыз? Мен 7-ші ұрпағы болып мұраны сақтап келе жатсыз. Сіздің сақтап келе жатқаныңызға қанша жыл болды? Менің сақтап келе жатқаныма қанша жыл болды? Бақа 20 жыл болып қалды ма? 20 жыл болып бері сіз сақтап келе жатсыз. Енеміз 92 жасында өтті. Сізге енеңіз табыстады, осы затты. Тағы бір айтып кететін қызықты жайт, 1998 жылы осы айшықты көруге арнайы сол кезде еліміздің президенті болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Қырғыз Республикасының президенті Асқар Ақаев келіп, осы айшықты тамашалап кеткен. Мына менің қолымда, мінекей, біз мақсат етіп келген айшық. Енді жалпы бұл жәдігердің сақталған жылы шамамен 350 жылға барып қалған. Жалпы бұл айшықты ұрпақтары сақтап келе жатқанына 250 жыл болған. Ал қазіргі сақтап, бүгінгі күнде сақтап келе жатқан ұрпағының саны 8-ге жеткен. Өздеріңіз көрген апамыз бұдан арғырай да өз ұрпақтарына мұра етіп қалдырып, осы тарихы мол айшық туралы халыққа, жалпы осы елімізге, бүткіл қазақ еліне мұра болып қалса деген тілегі бар. Сондықтан да бізде бұны бекер көрсетпей, сіздермен бөлісу мақсатында осы айшықты сіздерге көрсетіп жатырмыз. Былай өзіне келетін болсақ, қатты ауыр емес. Енді бұл тудың үстінде тұрғаннан кейін, енді сырты негізінде
алтынмен қапталған болған дейді. Уақыт келе ол алтыны былайша айтқан кезде қазір жоқ, но бастапқы түрі алтынмен қапталған дейді. Ал маған қызық болып тұрғаны мына ою өрнекті қалай жасағаны. Мысалы, бүгінгі күнде жаңа технологиямен де бұндай ою өрнек жасау оңай емес. Ал енді ойлаңыздар, 300 жылдан аса уақыт бұрын мынаны қалай жасаған? Басқа кірмейтін дүние. Мінекей, біздің елімізді басқарған хандардың қолынан қалған айшық осы.